Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Tağala Kur'an-ı Kerim'de Kahf suresinde былай деп айтады. Astaizu billah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Садақаллахул азим. Құрметті жамағат, бұл аяттың мағынасында Алла Тағала бізге былай дейді: мал мен балалар дүниенің сәні ғана, ал бақи қалатын жақсылықтар болса Раббының қасында табыс бойынша да жақсы, әрі үміт тұрғысынан да жақсы болып табылады деп келеді. Құрметті бауырлар, осы аятқа үнілетін болсақ, осы жерде әл-бақияту салихату деген сөздер келеді арабша. Бұны бақи қалатын жақсылықтар деген сөздер етіп қазақша мағынасында аударылған. Бірақ алайда осы тәпсіршілер тұрғысынан, осы дінді зерттеушілер тұрғысынан мәңгі қалатын, бақи қалатын жақсылықтар ол не нәрсе болуы мүмкін деген сөзді зерттеу барысында мынандай келесі бір қорытындыларға келген болатын. Яғни ол қорытындыларға кіріспес бұрын тағы бір аятты назарға ала отырайық. Ол жерде былай деп келеді: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва язидуллаху аллазина ихтадау худан вал бақиятус салихату хайрун инда раббика thawabun ва хайрун марадда. Садақаллахул азим. Бұл аяттың мағынасында да былай деп келеді: кімде-кім тура жолда жүретін болса, Алла Тағала оның сол тура жолындағы жолын одан әрі, одан мәрте көбейсе, былайша айтқанда, тура жолын арттыра түседі. Және мәңгі қалатын, бақи қалатын жақсылықтар болса, Алланың құзырында, Раббының құзырында ол әлдеқайда жақсырақ деп айтып өтеді. Міне осы аят жоғарыда келтірген аятымыздың қуаттай түсетін бір аяттың бірі болса керек, құрметті ағайын. Осы орайда, құрметті жамағат, ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, былай деп айтқан сөздерін айта өтейік. Истактиру минал бақиятус салихат қила ва ма хунна я Расулаллах. Ардақты пайғамбарымыз айтқан: әл-бақиятус салихатты көбейтіңдер деген, яғни бақи қалатын жақсылықтарды арттырыңдар деген. Сол кезде сахабалар сұрайды: ол қандай жақсылықтар, яғни бақи қалатын жақсылықтар ол не нәрсе деп сұрайды. Ардақты пайғамбарымыз айтады: әл-милля деп айтады. Әл-милля дегеніміз ол шариғат немесе дін деген мағынасында келген сөз деп хадистанушылар мағына беріп өткен. Және сөздің жалғастырында, хадисін жалғастырында қила ва ма хия я Расулаллах. Ал миллет дегеніміз ол не нәрсе я Расулаллах деп сұраған кезінде ардақты пайғамбарымыз оларға былай деп жауап берген: ат-такбиру уат-тахлилу уат-тасбиху вальхамдулилля ва ла хаула ва ла қуата илля биллах деп айтқан екен. Ол дегеніміз ол Аллаға мақтау, мадақ айту, яғни субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деп айту Аллаға, ұлықтау Алланы, мадақтау Алла Тағаланы, және де ла хаула ва ла қуата илля биллах деген сөзді айту деген екен. Бұл сөздер Алла Тағаладан басқа құдірет күш иесі жоқ деген мағынаны білдіреді, құрметті жамағат. Осы орайда әл-бақиятус салихат, яғни бақи қалатын жақсылықтар не десеңіздер, ол дегеніміз субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар, ла хаула ва ла қуата илля биллах деген сөздер екен, құрметті ағайын. Енді субханалланы өздеріңіз жақсы білесіздер. Осы біз намаздан кейін, әр намаздан кейін таспих тартып 33 рет субханалланы айтамыз, 33 рет альхамдулилля сөздерін айтамыз, 33 рет Аллаху акбар деген сөздерді айтамыз. Оның соңында таспих біткеннен кейін таспих дұғасын айтып жатқан кезінде ла хаула ва ла қуата илля биллах деген сөздерді айтып өтеміз. Міне бұның барлығы бақи қалатын, мәңгі қалатын жақсылықтар екен, құрметті ағайын. Және қадірлі жамағат, мынау субханалла деген сөзді біз тіпті әр намазда, егер сіздер байқаған болсаңыздар, рукухке, сәждеге барған кезінде қайталап, 3 қайталап айтып өтеді екенбіз. Субхана раббиял азим, субхана раббиял а'ла деп
рукух кезінде және сәждеге барған кезде осы сөздерді 3 қайтара әр ракағатта қайталып айтады екенбіз, құрметті бауырлар. Ал енді такбир және хамд айту ол белгілі нәрсе. Әр сәтке Алланың берген нығметтеріне, сансыз нығметтеріне, жақсылықтарына, берген берекетіне, кеңшілігіне біз әрдайым Аллаға шүкіршілік білдіріп, мақтау мадақтар айтып отырамыз, альхамдулилля деп. Және де әр кез Алланы еске алған кезде біз зікір етіп, Аллаху акбар деп Алланы ұлықтайды екенбіз. Ал енді ла хаула ва ла қувата илля биллах деген сөзіне келетін болсақ, тоқталатын болсақ, бұл жерде ардақты пайғамбарымыздың мына бір хадисі еске түседі. Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, былай деп айтқан: Акфиру мин қаули ла хаула ва ла қувата илля билла фа иннаха канзун мин кунузил жанна деп айтады. Міне қандай күшті сөздер. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз бізге былай деп өсиет етеді: ла хаула ва ла қувата илля билла, яғни Алла тағаладан басқа құдірет күш иесі ешкім, еш нәрсе жоқ екендігін осы сөздерді көбейтіңдер, яғни осыны көбірек айтыңдар. Расында ол жаннаттың қазыналарының бір қазынасы деп айтқан екен. Яғни жаннатқа жетуді біз әрқайсымыз, әрбір мұсылман көздейтіні сөзсіз, ол ақиқат. Ал енді сол жаннатқа жетудің, сол жаннаттағы бізге дайындалған қазыналарға қол жеткізудің бірден бір жолы осы ла хаула ва ла қувата илля биллахил алил азим деген сөздерді айту екен, құрметті бауырлар. Міне осындай игі сөздерді, жақсы сөздерді айтуымыз ол бақи қалатын жақсылықтар екен. Ал қалған барлығы осы дүниеде ертелі кеш кетеді. Яғни адам баласы осы өмірде өмір сүріп, бәрбір Алланың алдына барған сәтте онымен бірге болатын, онымен бірге қалатын нәрсе осы сөздер екен. Алланың мадақтауы, Алланы ұлықтауы, Аллаға тәхлил, такбир, хамд, салауаттар айтуы, пайғамбарымызға салауат айтуы, міне осының барлығы адам баласымен өзімен бірге бақи қалатын амалдардан екен. Міне осыны назардан шығармайық, есте сақтайық және жиі осы сөздерді айта жүрейік. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.